Абзал Нұрғалиұлы Шынасылға түпкілікті 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Равиль Магомедович Сакиевке түпкілікті 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Маратбекұлы Тоқтаубаевқа түпкілікті 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Шыңғыс Айдосұлы Белгожаев қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Дархан Баялханұлы Аскентай Қазақ қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясовқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Дидар Еркінұлы Қалиахмет қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын.